Ассалаумағалейкум достар. Автолайк каналының апта сайынғы шығарылымын түсіруге келдік достар. Бүгін сәрсенбі. Бұйыртса қазір Шымкент қаласындағы автокөлік базарынан 2 миллионға дейін халыққа қолайлы көліктер түсіріп шығаратын боламыз достар. Бүгін 2-3 шығарым шығарылатын болады. Бәрін қарап, біздің каналға тіркеліп, видео соңында ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұранамыз достар. Ол сіздердің лайк пікірлеріңіз біз үшін өте қолдау. Сол үшін бізді қолдап кетсеңіздер достар. Видеоның соңына дейін қарап, келесі шығарылымдарды көру үшін біздің каналға тіркеліп, колокольчикті басып кетсеңіздер. ВАЗ-2106 шестерка. Жасыл түсті. Жақсы жағдайда, классика. Қазір егес жоқ екен. Толық түсіріп өтейін десек, салондарын тігіп жақсы жасақ болған екен. Қазақстандық учетта телефон нөмір ешқандай ақпарат таба алмай жатырмыз. Subaru Forester тұр. Бұл кузовтардан көбінесе табуретка деп атап жатады. 2001 жылғы 2.5 мотормен автомат коробка 3.5 оппозитті мотор дей ма? Subaru моторларын. Біреулер паук мотор дейді. Қарап көріңіздер, іздеп жүргендеріңіз болса. Сырты боялған, бірақ жақсы жағдайда көліктің косметикасы. ВАЗ-2107 семерка. Так, 2006 дейді. Бағасын жазбапты. Түсініксіз, в общем, жазғаны. Телефон нөмірін қалдырып кетейік, өздеріңіз звондап сұрақ көрмесеңіздер. Бұл да орыс қазақ екен, түсініксіз өткен жоқ ешқандай гос номері. Opel Astra тұр. Ақ түсті, универсал 2002 жылғы 1.6 мотормен. 2 миллион дейді. Механикалық қораппен. Қазір мейлінше қымбат емес көліктерді түсіріп шығатын боламыз достар. Жеңіл көліктер, қолданыстағы көп көліктер түсіретін боламыз. 2 миллионға дейін ләж болса 2,5 одан аспайтын көліктер түсіретін боламыз. Сол үшін соңына дейін қарап өтіңіздер. Passat B3 тұр, седан. Көлік 2 куб, цена 900 мың теңге дейді. Среднее состояние, механика. Қарама қарсы жақсы көзіңді ағысып түсіретін фарлар ғой бұлар. Қарап көрсеңіздер болады. ВАЗ-2115 пятнашка тұр сатылымда. Көлік 2012 жылы. Люкс 1 750 000 теңге сұрап тұрған, бағасы ақ түсті. Көліктің түсі 13-тік штамп өзінің баллонында. Дейо Nexia міне. Көлік 2013 жылғы. 2 миллион 200 дейді. 1.5 мотор, механика, 8 клапан. Комплектация жақсы, кондермен. Қарап көрем десеңіздер, телефон нөміріне хабарласып көріңіздер. Opel Astra хэтчбек 1.6 94 автомат 1 200 000 теңге дейді. Өзінің заводской билер орындықтарында. Мына есігінде жұмыс жасау керек екен. Қарап көріңіздер. ВАЗ-2170 Lada Priora тұр, рельс дискіде. Одиссей краска деймі. Түсі өте әдемі. Көліктің Polo Lux 2014 2 миллион 850 000 теңге дейді. Бірақ жақсы жағдайда машинаның жағдайы. Audi S4 тұр сатылымда. Көлік 91 жылғы. 2 айбиоммен механика
миллион 500 мың теңге сұрап тұрған бағасы. BMW пятерка тұр, узкоморда. Қара түсті көлік, салон билермен 92 1 миллион 450 мың дейді. Бензинді қозғалтқышпен. Passat универсал сатылымда. Көлік 91 жылға 1.8 объеммен. Неше сұрап отырсың бағасын, брат? Миллион 400. Миллион 400 мың сұрап жатыр. Хабарласып, саудаласып көріңіздер. Көліктің сыртқы жағдайы жалпы жақсы. 124 Mercedes тұр қазір. Ақ түсті. Сырты өте тамаша жағдайда. 92-2-3 1 миллион 500 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Механикалық қораппен көлік. Жаңадан краскіден шықса керек. Сырты тап-таза. ВАЗ-2106 тұр. Қазақстандық учеттама орыс па белгісіз. 2001 жылы 580 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Ақ түсті. Өзінің родной сиденьяларымен түрген, орындықтарымен. ВАЗ-2114 ақ түсті. 2013 жылғы механика. 2 миллион 100 дейді сұрап тұрған бағасы. Так, Audi S4 тұр. Көлік 93 жылғы 2.6 2 миллион 300 дейді механика. Opel Astra седан. 94 жылғы 1.6 автомат 1 миллион 500 мың теңге. Бұл бағада жай-жай үйрен қалды. Үйреншікті баға болып қалды бұл баға. Opel Vectra седан. Көлік 93 жылғы 1.8 миллион 350 мың теңге дейді сатылып жатқан бағасы. Сырты жақсы, жағдай жақсы жалпы. Көк түсті. BMW пятерка 93 куб вануспен дейді. Механика. Қанша баға? 2 миллион 300 мың дейді сұрап тұрған бағасы. Жақсы жағдайда көліктің сыртқы жағдайы. Алам десеңіздер телефон нөмірін қалдырып кетеміз. Хабарласып көрсеңіздер болады. Іздеп жүргендер болса. ВАЗ-2115 пятнашка автокөлігі тұр. 2011 2 миллион 200 дейді. ГУР бар дейді көлікте. Жалпы сыртқы жағдайы жақсы көліктің. Сырты заводской краскіде болу керек, жаңылмасам, өйткені зазорлардың бәрі көзге көрініп тұр. AMG-дің моторы мұны кеше сұрап атқан едіңіздер. Сатылымда тұр, ақ түсті. 2014 1.5 объемы. Автомат, так 2 миллион 800 дейді сұрап тұрған бағасы. Қарап көрем десеңіздер, телефон нөмірін қалдырып кеттік, сұраға звондап, саудаласып көрсеңіздер болады. ВАЗ-2110 2000 жылғы көлік 1.5 механика 650 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Алтын түстес. Косметикамен біраз жұмыс жасау керек. Хабарласып көріңіздер, егер арзан көлік іздеп отырсаңыздар. Lada Kalina ақ түсті.
2014 жылғы 1.6 мотормен автомат 2.800.000 теңге сұрап тұрған бағасы. 124-126 мотор болу керек, жаңылмасам.